Сәлем, қалайсыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі мен сіздерге түсіріп жатырғаным, то есть айтып жатырғаным ақпараттық видео сабақ болады. Бұл видео сабақта қандай тақырыпта өтеміз? Бұл видео сабақтың тақырыбы именно 2026-27 жылы пенсияға шығатындарға арналады. 2026-27 жылы қалай максималды пенсияға шығуға болады? Дәл осы тақырыпта именно осы сіздердің көптеген сұрақтарыңыз бар, сол сұрақтарыңызға осы ақпараттық видео сабақта жауап беретін боламын. Енді жалпы бұл видео сабақ кімдерге арналады? Бұл видео сабақты 1965-1966 жылы туылған әйел адамдар көру керек. 1963-1964 жылы туылған ер адамдарға көруге кеңес беремін. Не үшін именно осы кісілер 2026-27 жылы пенсияға шығатын болады? Егер сіз әлі пенсияға шықпаған болсаңыз, осы 26, 27, 28 жылы пенсияға шығуға дайындалып жүрген болсаңыз, дәл осы ақпараттық видео сабақ сізге арналатын болады. Осы видео ақпараттық сабақта сіз өзіңіздің көкейіңізде жүрген көптеген сұрақтарыңызға жауап алатын боласыз. Енді сіздер уже пенсияға шығып кеткен болсаңыздар, например, 26 жылдың январь, февраль, март, например, апрель өткен айларда уже сіздер пенсияға шығып кеттіңіздер. Енді мен пенсияға шығып кеткен адамдарға өкінішке орай көмектесе алмаймын. Именно мына бізде 53 жаста бала санымен, например, 65-66 жылғы әйел адамдардың арасында бала санымен пенсияға шығып кеткен әйел адамдар болса да, сіздер 65-66 жылғы болсаңыздар да бұл сабақты көрмей қойсаңыздар болады. Себебі не үшін? Себебі мен сіздерге өкінішке орай уже көмектесе алмаймын. То есть сіздер уже пенсияға шығып кеттіңіздер, пенсияларыңызды мүлдем өзгерте алмайсыздар. Сол үшін өздеріңіздің уақыттарыңызды бостан-босқа құртып алмаңыздар. Лучше пенсияға енді шығатын, пенсиясы тағайындалмаған адамдар бұл видео сабақты қарауға кеңес беретін боламын. Енді бізде 65-66-дан бөлек 53 жаста бала санымен енді пенсияға шығатын әйел адамдар бар. Вот сол әйел адамдар, сіз әлі пенсияға шыққан жоқсыз, сізге по возрасту пенсияңыз тағайындалған жоқ, онда сізде пенсияға алдын ала дайындалғаныңыз дұрыс болады. Давайте енді бүгінгі сабағымызды бастайық. Бүгінгі сабағымызды бастамас бұрын мен сіздерге өзімді қысқаша таныстырып кетейін. Біреуіңіз, может, мен инстаграмнан, таргеттен, тиктоктан көріп жүрген боларсыздар, может, біреуіңіз біреудің ұсынысы арқылы келіп менімен танысып консультация алуға келіп жатырсыздар. Енді өзімді таныстыратын болсам, мен именно пенсия саласының маманымын. Осы салада 6 жылдық опытым бар. Өзімнің Алматы, Атырау қалаларында офлайн 2 консультация беретін орталығым бар. Бірақ біз соған қарамастан Қазақстанның кез келген қала, район, ауыл, аудандарымен тікелей онлайн жұмыс жасай береміз. Сіздер ойлап қалмаңыздар. Сіздер маған тек қана Атыраудың либо там Алматының клиенттері келу керек деген сияқты. Жоқ. Негізгі офлайн орталықтарымыз осы 2 қалада орналасқан, бірақ біз Қазақстанның кез келген қаласымен онлайн форматта жұмыс жасай береміз. Не үшін онлайн форматта кез келген қаламен жұмыс жасай аламыз? Менің клиенттерім Шымкент қаласынан бар, Қызылорда қаласынан бар, Талдықорған қаласынан бар, Павлодар қаласынан бар, Қостанай қаласынан, Ақтөбе. Осы кезге дейін 6 жылдық опытымда Қазақстанның кез келген қаласынан маған хабарласып, онлайн услугамды алып, пенсияларын есептетіп жатырған клиенттерім, сопровождение алып, максимальный пенсияға шығып жатырған клиенттерім өте көп. Сол үшін ойлап қалмаңыздар, тек қана осы 2 қала офисқа бару керек деген сияқты. Егер прям сіз офисқа келгім келеді дейтін болсаңыз, онда сол Атырау, Алматы қалаларынан офисқа келе аласыз. Бірақ менің сіздерге советім, негізі офисқа келіп, туда-сюда жолға уақыт құртқанша, лучше сіздер онлайн консультация алып, құжаттарыңызды онлайн жіберетін болсаңыздар, біз сіздерге расчеттар, то есть пенсияңызды 3 рабочий күнде есептеп беретін боламыз. Сіз уақыт жағынан жолға туда-сюда расходыңыздан ұтатын боласыз. Енді қараңыз, осы 6 жылдық опытымда 10 мыңнан астам адамға пенсияларын есептеп берумен айналыстым. Оның ішінде именно 3 мың адамды максималды пенсияға шығарған экспертпін. То есть бұл жерде айтқым келгені, именно 6 жылдық опытымда пенсия саласының қыр-сырын жақсы білемін. Бұл салаға енді бастап жатырған, енді кіріп жатырған, кеше курс оқып алған, енді бастап жатқан маман емес, прям осы саланың экспертімін деп өзімді айта аламын. Енді қараңыздар, бізде Қазақстанда жыл сайын 120-150 мың адам пенсияға шығады.
Енді солардың ішінен, ойлаңызшы, 120-150 мың адам. Солардың ішінен тек қана пысықтары, кімдер өздерінің пенсиясына алаңдайды, кімдер өздерінің пенсия мөлшерін алдын ала білгісі келеді, солар ғана бізге хабарласып, пенсияға алдын ала дайындалады. Енді кім дайындалған жоқ, кім пенсиясын алдын ала есептеткен жоқ, кім жалпы құжаттарын тексерткен жоқ, то есть пенсияға дайындықсыз шыққан адамдарға не болады, салдары қандай болатынын бүгінгі ақпараттық видео сабақта сіздерге бөлісетін боламын. То есть не себепті біз айтып жатырмыз, пенсияңызды есептетіңіз, қаратыңыз, құжаттарыңызды қаратыңыз, табысыңызды тексертіңіз деген сияқты. Дәл осындай кезде көп адамдарда сұрақ пайда болады. Не үшін сізге хабарласу керекпіз? Сонда біздер сіздерге пенсиямызды тексертпейтін болсақ, қаратпайтын болсақ, пенсияға шыға алмаймыз ба деген сияқты өте көптеген сұрақтар бар. Дәл сол сұрақтарға бүгінгі видеода жауап беретін боламын. Сол үшін видеоны сіздерге соңына дейін көруге кеңес беремін. Жалпы бұл видеоны түсірген кездегі, бұл видеоны сіздерге арнап түсіріп жатқандағы менің мақсатым қандай? Қарапайым халықтың барлығы өзіне тиесілі пенсиясын алдын ала біліп отыру керек. Не үшін біліп отыру керек екенін мен бүгінгі видео сабақта сіздерге айтатын боламын. Себебі сіздерден айтып жатырмын, 120-150 мың адам пенсияға шығады. Біз Қазақстанның барлық қалаларымен онлайн форматта жұмыс жасап жатырмыз. Клиенттеріміз өте көп болғандықтан, командамыздағы мамандар, консультация беретін менеджер қыздарымыз каждый адаммен жеке-жеке сөйлесіп үлгермей жатырғандықтан, дәл осы ақпараттық видео сабақты сіздерге арнап түсірдім. Себебі біз каждый адаммен жеке 1 сағат сөйлесіп, осы ақпараттарды айтып отыруға шыны керек физически жағынан үлгермей жатырмыз. То есть көп адамдар күтіп қаласыздар, жауап жазбай жатыр деп комментарийлерге жазып жатырсыздар. Бұлар жауап бермейді, жауап қайтармайды деген сияқты ренжіп жатырсыздар. Себебі жауап қайтарғымыз келмегендіктен емес, ол біздің физически команданың үлгермей жатырғандығынан. Вот сол үшін дәл осы видео сабақта сіздер консультация алғыларыңыз келсе, бірінші қарап тыңдап шығыңыздар. Тағы да қосымша сұрақтарыңыз болатын болса, біздің консультант менеджерлерге қойып сұрай алатын боласыздар. Но осы видео сабақ сіздердің барлық сұрақтарыңызға негізі жауап беретініне мен 100% сенімдімін. Жалпы, енді осы видео сабақтың соңында мен пенсиямды есептеткім келеді, пенсия есептеп беру услугаларыңыз қанша деген сияқты сұрақтар болатынын білемін. Сол кісілерге арнап, именно осы пенсия есептеуге арнайы жеңілдік бағаны ұсынатын боламын. Оны сабақтың соңына қарай арнайы промокод сөз арқылы айтатын боламын. Сол үшін осы сабақты прям мұқият тыныш жерде уақыттарыңызды бөліп, примерно сіздердің 1 сағат уақыттарыңызды аламын. Сол 1 сағат уақыттың ішінде сіздер өзіңіздің көкейіңізде жүрген сұрақтардың барлығына жауап аласыздар, барлығына толық түрде ақпаратты естіп тыңдайтын боласыздар. То есть көп адамдарда қауесет ақпараттар, мынау былай деп айтты, мынау солай айтты деген сияқты көп адамдардың, мына халықтың арасында қауесет, өтірік ақпараттар өте көп тарап жатыр. Даже мына Инстаграм, әлеуметтік желілердің өзінде кейбір ақпарат, то есть кейбір эксперт сымақтар енді оқып алған, кеше оқып алған адамдар да өзінің осы салада ешқандай опыты болмаса да қате ақпараттарды таратып жатыр. Солардың алдын алу мақсатында өзімнің 6 жылдық опытыма сүйене отырып 10 мың адамның пенсиясын есептеген эксперт ретінде айтатын ақпараттарымның барлығы өзімнің чисто практикамнан өткен, өзім көзіммен көрген ақпараттарға сүйене отырып айтатын боламын. Сол үшін сабақты соңына дейін көруге сіздерге кеңес беремін. Енді қараңыздар, бұл сабақта жалпы қандай тақырыптар қамтылады, сіздер қандай тақырыптарға жауап алатын боласыздар. Мұқият тыңдап алыңыздар. Егер осы тақырыптардың арасында сіздердің сұрақтарыңыз болатын болса, дәл сол сұраққа осы сабақта жауап алатыныңызға 100% сенімдімін. Қараңыздар, максималды пенсия қанша, минималды пенсия қанша? Пенсияға не үшін алдын ала дайындалу керек? Егер мен дайындалмай, сіздерге бармай, тексертпей, дайындықсыз шығып қалатын болсам, не болады? Пенсияны есептеп көбейту деген жалпы заңды ма? Сіздер заңсыз жасап жатырсыздар ма? Сон пенсияны есептейді ғой. Сонға барып құжаттарымызды тапсырамыз, олар есептеп береді. Не үшін сіздерге алдын ала хабарласып есептету керекпіз? Егер сізге есептейтін болсақ, сонда біз
сонға бармаймыз ба деген сияқты сұрақтар бар біздің клиенттеріміздің арасында. Енді сонда пенсия көбейту қалай? Пенсия есептеу қалай? Например, менің стажым жоқ, сонда сендер стаж қосып бересіңдер ма бізге? Дәл осы сұрақтарға бүгін жауап беретін боламын. Одан бөлек мүгедектігі бар адамдарға жалпы пенсияда қалай есептеледі? Енді ИП арқылы пенсия қалай көбейтеді? Енді 95% ИП-сы бар кәсіпкерлердің барлығы өзіне тиісті максималды пенсияны не үшін толық ала алмай жүргенін өзімнің кейстарымен разбор жасап түсіндіретін боламын. То есть енді может, кейс дегенді түсінбей жатырған шығарсыздар, араларыңызда кейс деген бұл өзімнің клиенттерімде болған жағдайлармен сіздермен бөлісетін боламын. Енді көп адамдар бар, мен ИП ашсам, пенсионка төлесем, мен максималды пенсия аламын деп ойлайды. Бірақ менің клиенттерімнің арасында тек қана пенсионка төлеп максималды пенсия емес, минималды пенсия алып қалған клиенттерім бар. Солардың историяларын осы видеода айтып беретін боламын. Енді пенсиямызды есептетпей, просто менің көршім 50 мыңнан төлеп отыр, менің көршім 30 мыңнан төлеп отыр деп ИП-ны аша салып, сізде максималды пенсия алуға әрекеттенетін болсаңыз, бұл үлкен қателік екенін бүгінгі сабақта айтамын. Есептетпей, просто пенсияңызды ИП-ны аша салуға болмайды. Не үшін екен бүгін айтамын. Енді ИП-мен жалпы пенсияға шығатындарды үкімет қалай тексереді? Заң қайда қарап отыр? Қазір енді соңғы жаңалықтарды білесіздер. Например, декретке қатысты көптеген мошеннический схемалар орын алды. Соның кесірінен, то есть солардың осындай мошеннический схема жасағандығынан қазір үкімет просто так ИП-ны ашып пенсионка төледі екен деп сіздерге максималды пенсияны бере салмайды. Оның барлығын бір ай тексереді. Именно нелерді тексереді? Бүгінгі видео сабақта тағы да айтатын боламын. Потом ИП арқылы көбейткеннен кейін, мен қазір ИП арқылы көбейтемін, пенсионка төлеймін, ол төлеген пенсионкаларым 1-2 жылдан кейін пенсиям бәрібірде азайып қалады. То есть ол ИП-ға төлеп керек емес, ИП-дан пенсионка төлеп керек емес. Сен қазір 1-2 жыл максимальный пенсия аласың, потом 2 жылдан кейін пенсияң азайып қалады деген халық арасында дәл осындай қауесет өтірік ақпарат өте көп тарап жатыр. Соның не екенін, не үшін олай айтып жатырғанын, то есть заңда ол қалай айтылатынын мен сіздерге бүгінгі видео сабақта түсіндіріп өтетін боламын. Енді ең бірінші сұрақ бізде бұл жалпы максималды пенсия қанша? Минималды пенсия қанша? Или кейбір клиенттеріміз болады, например, менің зарплатам 1 миллион, менің зарплатам 800 мың теңге, мен примерно максималды пенсия алатынымды білемін деп жатады, например, да? Бірақ қараңыздаршы, или ойлайды, менің құрдастарым 180 мың, 170 мыңға шығып жатыр, сен менің пенсиямды 300 мың теңгеге дейін көбейтіп бересің ба деген сияқты да. Енді мен айтайын, бұл жерде максималды пенсия, минималды пенсия, например, пенсияға 120-150 мың адам шығатын болса, сол 120-150 мың адамда 120-150 мың түрлі пенсия шығатын болады. Жалпы халықтың примерно 60-70%-інде минимальный пенсия болады, ал примерно 20%-інде максимальный пенсия болады, примерно 5-10%-інде средний пенсия шығатын болады. То есть қанша? Бұл жерде қанша деген сұрақ пайда болады. Енді максималды пенсия менің клиенттердің арасында, міне сіздерге мен прям живой көрсетіп жатырмын, қазір сіздерге презентацияда көрініп тұрады. Бұл жерде қараңыздар, бұл менің клиенттерінің пенсия есептеулерін. То есть біз дәл осылай клиенттерімізге пенсияларын есептеп береміз, олардың стаждарына қараймыз, олардың табыстарына қараймыз и суммаларын қараңыздар. Мына жерде қазір бірінші клиентімді қараңызшы. Бұл кісі 2026 жыл сентябрьде пенсияға шығады. Енді фактически пенсиясы ол кісінің өзінің алу керек пенсиясы. Енді өзінің алу керек, ол кісіге тиесілі пенсиясы 147 мың теңге болып тұр. Бірақ бұл кісіге пенсиясын көбейтуге болады. Максималды пенсияға көбейтетін болса, пенсиясы 203 мың теңгеге көбейеді. Разницасы 55 мың теңге. Енді именно дәл осы клиенттің жағдайында айтатын болсақ, дәл осы клиентімнің минимальный пенсиясы 147 мың, максимальный пенсиясы 203 мың теңге болады. Енді екінші кейсті қараңыз, бұл клиентіміз бізде апрель айында пенсияға шығып кеткен клиентіміз, алдын ала пенсиясын есептеттік, ол кісінің 74 мың теңге шықты. Қараңызшы, мана бірінші клиентімізде минимальный пенсиясы 147 мың болды, екінші клиентімізде минимальный пенсиясы 74 мың теңге болды. Енді максимальный пенсиясын қараңыз, екінші клиентімде максимальный пенсиясы 74 мың теңгеден 147 мың теңгеге көбейеді.
Бұл жерде міне салыстырмалы түрде разницасын көрдіңіздер ғой. Бір клиентіміздің минимальный пенсиясының өзі 147 мың болатын болса, екінші клиентіміздің максимальный пенсия көбейткен кезде ғана 147 мың алатын болады. Дәл сол сияқты міне үшінші кейсті қараңыз. Үшінші кейсті өзінің алу керек по факту көбейтпейтін болса, ол кісінің 98 мың теңге пенсия өзіне тиісті. Егер көбейткен жағдайда 192 мың теңгеге дейін пенсиясын көбейтуге болады. Разница 94 мың теңге шығып тұр. То есть бұнымен не айтқым келеді? Бұнымен әр адамда пенсиясы әр түрлі болады. Соны түсініңіздерші. Максимальный пенсия бір определенный сумма жоқ. Бір адамда максимальный 130 мың шығуы мүмкін. Манағыдай 147 мың шығуы мүмкін. Бір адамдарда 203 мың, 230 мыңға дейін көбеюі мүмкін. Бұл неге байланысты? Бұл ол кісінің 98-ге дейінгі стаждарына, 98-ден кейінгі алған зарплаталарына байланысты. Әр адамда индивидуальный есептеледі. Сіздің класстасыңыз, сіздің одногруппнигіңіз, или сіздің құрдасыңыз 180 мың теңге максимальный пенсия алды екен деп, сізде максимальный 180 мың теңге алады деген сөз емес. Может, сіз 205 мың теңге алуыңыз мүмкін, может, сіз 150 мың теңге максималды пенсия алуыңыз мүмкін. Ол тікелей сіздің өзіңіздің историяларыңызға байланысты. Себебі 98-ге дейінгі стаж әркімнің әртүрлі. Хотя 98-ге дейін стаж бірдей болғанымен де 98-ден кейін міндетті түрде зарплаталарыңыз бір-біріне ұқсамайтыны сөзсіз. Вот сол үшін сіздердің алатын пенсияларыңызда әртүрлі болатынын, минималды мөлшерінде, максималды мөлшерінде әртүрлі екенін ұмытпаңыздар. Кейде маған осылай мен кейстарды көрсеткен кезде Инстаграмда, ТикТокта кейбір адамдар ренжіп жатады. Ана кісіге сен 200 мың есептегенсің, сен маған неге 160 мың, 170 мың есептедің? Неге менің пенсиямды сен 200 мың теңгеге дейін көбейткен жоқсың деген сияқты бір түсінбестіктер болып жатады. Сол үшін мен сіздерге қайта-қайта ескертіп айтамын. Әр адамның максималды пенсиясы әртүрлі болады. Минималды пенсиясы тоже әртүрлі болады. Менің даже 53 жаста бала санымен шығатын әйел адамдарда даже 3 мың, 7 мың, 10 мың, 14 мың теңге деген минимальный пенсиялар кездескен. Сол үшін сіздің қанша минимальный алатыныңыз, қанша максималды пенсия алатыныңыз, ол сіздің өзіңіздің стаждарыңызға, доходтарыңызға байланысты екенін ұмытпаңыздар. Сол үшін бір-біріңізбен салыстырмаңыздар. Сол үшін анау 50 мың теңге төлеп жатыр, или там мынау осындай стажбен мындай пенсия алып жатыр деген сияқты бір-біріңізбен салыстыруды қойыңыздар. Лучше пенсияға шығатын адамдар өзінің қанша пенсия, максималды пенсия алады ма, минималды пенсия алады ма? Или андай бар, біз консультация берген кезде клиенттеріміз ойлайды, сен сонда мен примерно өзімнің максималды пенсия алатынымды білемін, бірақ сен маған пенсиямды 300 мыңға көбейтесің ба деген сияқты сұрақ қояды. Вот сондай кезде айтамын, мен ешкімге пенсияңды 300 мыңға көбейтем, пенсияңды 200 мыңға көбейтем деген сияқты уәде бермеймін. Оның барлығын құжаттарды тексергеннен кейін, құжаттарыңызды қарағаннан кейін сіздің положенный пенсияңыз максималды пенсияға жетеді ма, жетпейді ма, соны анықтап беретін боламыз. Егер жетпей тұрған болса, қандай сумма, өзіңіздің по факту алатын суммаңыз қанша, максималды қаншаға дейін көбейтуге болатынын дәл осы есеп барысында сізге бірінші анықтап беретін боламыз. Егер пенсияңыз максималды суммаға жетіп тұратын болса, біз одан артық сізге көбейтуге уәде бермейміз. Сол үшін біз определенный суммаға көбейтеміз деп алдын ала құжаттарды көрмей, сіздің историяңызды, документтеріңізді қарамай сізге алдын ала айта алмаймыз. Егер мен сізге олай алдын ала айтатын болсам, онда мен мошенник болатын едім. Ойлап қараңыздаршы, мен сіздерде өтірік айтып, сіздерді просто там алдап жатырған болатын едім. Бұл жерде біздің мақсатымыз сіздерді алдау, өтірік айту емес. По факту сіздің құжаттарыңыз бойынша, құжаттарыңыздың негізінде пенсияңыз по факту қанша шығады, көбейтуге болады ма, болмайды ма, соны айтып беретін боламыз. Енді қараңыздар, бұл жерде көп адамдар манадай ғой, Инстаграмнан көріп, онлайн услугаларды алуға кейде жүрексініп жатады, қорқып жатады да, например. Енді бұл менің өзімнің клиенттерімнің жазғандары. Қараңыздаршы, міне. Замандастар, пенсия біздің өзімізге керек. Осыны ұмытпаңыздаршы, сіздер пенсияларыңызды мен үшін есептетпейсіздер. Вот осыны түсініңіздер. Мен просто бұл жерде опытный маман, білімі бар маман, осы кезге дейінгі жинаған тәжірибесі бар маман ретінде мен сіздерге тек көмектесе аламын. Бірақ бұл пенсия сіздікі екенін ұмытпаңыз. Сіздің пенсия көбейткеніңіз маған тиімді емес, сіздің өзіңізге тиімді. Қанша алатыныңыз, ұтылмайтыныңыз, өзіңізге положенный сумманы алуыңыз, ол тікелей сіздің өзіңізге байланысты екенін ұмытпаңыз. Сол үшін көп адамдар кейде міндетсініп жатады, например, ол сіз маған клиент болып келсеңіз де, келмесеңіз де, мен еш нәрсе жоғалтпаймын, потому что сізден басқа
очередьте тұрған клиенттерім өте көп. Сол үшін мен сияқты опыты бар маманды, егер мен сияқты маманнан услуга алам дейтін болсаңыздар, онда пенсияларыңызды уайымдайтын болсаңыздар, хабарлассаңыздар болады. Міне қараңыздаршы, сол үшін тиянақты дайындайтын Эльмира ханымға барған дұрыс. Бұлардың барлығы да, например, комментарий жазады, дәл осы қыздан услуга алған адамдар бар ма, осыдан услуга алып максимальный пенсияға шыққан адамдар шын ба деген сияқты сенбей жатырғандар үшін мен әдейі көрсетіп жатырмын. Айналайын Эльмира, саған қасыңдағы көмекші қыздарыңа көп рахмет, еңбектерінің жемісін көріңдер. Жалпы енді бұл орталықтардың негізін қалаушы менмін, басшысы, бірақ сіздерге консультация беріп құжаттарыңызды жинайтын менің көмекші командамда қыздар бар, менеджерлар бар. То есть сіздер сол менеджерлармен байланысасыз, құжаттарыңызды сол менеджер арқылы маған тапсыратын боласыздар. То есть сіздердің расчеттарыңызға мен жауапты боламын, бірақ менің көмекші қыздарым сіздермен байланысып отырады. Себебі сіздер өте көпсіздер, мен жалғыз болғандықтан мен каждый адаммен жеке-жеке сөйлесіп отыра алмаймын. Уақыт жағынан физически үлгермеймін. Енді қараңыздар, міне, бұл қыз надежный, менің таныстарыма рекомендовать еттім. Пенсияға бәрі удачно шықты. Енді осы 6 жылдық опытымда менің максималды пенсия алмай қалдым, или сен есептеп берген пенсия шықпай қалды деген случайлар менде болған жоқ. То есть мен сіздерге айтқым келгені, сеніп онлайн болса да, чем өзіңіздің қалаңыздан опыты жоқ маманға хабарласқаннан онлайн біздің услугамызды алып, біз арқылы өзіңізге тиісті пенсияңызды 100% ала алатыныңызға мен сіздерге гарантия бере аламын. То есть қараңыздар, бұл жерде біз услугаларымыз чисто договор арқылы жасалады. То есть біз есептеп беру услугасына да договор береміз, максималды пенсияға шығаруға, сопровождение услугамызға да договор береміз. То есть біз 100% официально договор арқылы жұмыс жасаймыз. Бұл дегеніміз, біз заңды түрде бұл қызметпен айналысамыз деген сөз. То есть енді Instagram жүргізем, TikTok жүргізем, сіздер мені онлайн осы әлеуметтік желілерден бақылап отыра аласыздар. Енді қараңыздар, тағы да бір Эльмира өте керемет көмек бере алады. Мен өзім соған куәмін. Үлкен рахмет жаным, еңбегің жансын. Осылай мен үлкен кісілердің алғысын алып, қазіргі таңда көп адамды максималды пенсияға Қазақстан бойынша шығарып жатырған экспертпін. Енді қараңыздар, жалпы пенсияға дайындалу үшін, пенсияға не үшін алдын ала дайындық керек? Егер пенсияға дайындықсыз шығып қалатын болсам, не болады? Көп адамдар бар, я. Ой, осылар мошенниктер, осылар тек ақша жасап алғысы келеді, осылар тек бізді пайдаланып алдап жатыр деген сияқты бір негативный ойлайтын адамдар бар. Но енді бір жағынан мен оларды түсінуге тырысамын, бірақ қараңыздаршы, пенсия ол сіздікі. Сіздің алатын пенсияңыз, менің алатын пенсиям емес. Маған пенсияға шығуға әлі ерте, например, бұл жерде қараңыздаршы, енді пенсияға дайындықсыз шығатын болсаңыз, сіздің алатын пенсияңыздың мөлшері азайып қалады. Өзіңізге положено суммадан аз алуыңыз мүмкін. Енді қараңыздаршы, бұл жерде жалпы қалай? Көп адам сонда үкімет кінәлі ма, үкімет қате есептейді ма деген сияқты сұрақтар пайда болады. Үкімет бұл жерде кінәлі емес. Жалпы үкіметтің міндеттері қандай? Олар бізге заңды шығарып береді. Заң барлығымызға ортақ. Бірақ сіздің пенсияңыздың қате есептеліп кетуіне, өзіңіздің положено пенсияңыз шықпай қалуына әсер ететін факторлар бірінші 70% жағдайда біздің адамдар, то есть қазақ аудиториясында именно құжаттарға немқұрайлы қарайды көп адам. Қай құжаты стажға кіреді, қай құжаты стажға кірмейді, көп адам білмегендіктен ең бірінші олар құжаттарын түгел толық тапсырмай қалады. Сіз құжатыңызды толық тапсырмай қалатын болсаңыз, сіздің стажыңыз кеміп қалады, например, стажыңыз азайып қалатын болса, сәйкесінше сіздің алатын пенсияңыздың мөлшері де азаяды. Например, менде мындай случайлар болғанда, мен бір клиент маған хабарласты, ол кісінің баласы Америкаға оқуға кетіп қалған, туу туралы куәлігін бала өзімен бірге алып кетіп қалған. Енді ол клиенттің біз пенсиясын есептеу барысында сіздің осы балаңыз стажға кіреді, осы балаңыздың туу туралы куәлігі міндетті түрде керек болады деген кезде ол клиентім, ой, сол Америкадан алдырып жүремін ба, ол баланың құжатын тапсырмай ақ қояйын, бұлай есептей бер деген сияқты да. Бірақ мен ол кісіге айттым, егер мына баланың құжатын тапсырмайтын болсаңыз, сіздің алатын пенсияңыз 15 000 теңгеге азаяды. 15 000 теңге ол бір айда азаяды. Енді ойлашы, бір жылда сіз примерно 180 000 теңге ақшадан айырыласыз, 2 жылда 360 000 теңге деген сияқты. Солай, дәл сол сияқты сіздердің өздеріңіздің құжаттарыңызға немқұрайлы қарауларыңыз сіздердің болашақта алатын пенсия мөлшерін азайтатынын ұмытпаңыз. Дәл сол сияқты бұл жерде бірнеше факторлар бар. То есть ең бірінші адамдардың өздері кінәлі деп айтамын. Үкіметті кінәламастан бұрын бірінші өздеріңізге дұрыстап қарап алыңыздар. Құжаттарыңыз түгел ма, құжаттарыңыз бар ма, қолыңыздағы құжаттардан именно қайсы құжатыңыз
құжаттарыңыз маңызды екенін, кейбір жоғалған құжаттарды архивный справкалар арқылы дәлелдеуге жұмыстанатын болсаңыз, сіз өзіңізге положено пенсияны алуға мүмкіндігіңіз бар. Енді кейбір кезде болады бізде құжаттарын тапсырған кезде сонда отыратын мамандар құжаттарды толық қабылдамай қалатын кездер кездесіп жатады. Енді мен оны айтпаймын, что әдейі жасалады деп, кейбір қателіктер болады. Енді ол жерде отырған адамдар тоже адам болғандықтан человеческий факторлар әсер етеді. То есть кейбір мамандар опыты жоқ, енді осы салаға кірісіп жатырған, енді бастап жатырған, может стажировка, может біреудің орнын замена жасап жатырған адам болуы мүмкін. Вот солардың жасайтын қателігі, то есть сіздің алып барған құжаттарыңызды егер толық сол маман қабылдамайтын болса, сол маман толық сканерлемейтін болса, или кейде даже сканерлеп барлығын жібереді, департаментке жіберген кезде базаларда сбой болып, сол құжаттардың барлығы толық органдарға жетпей қалатын болса, сіздің алатын опять также пенсияңыздың мөлшеріне әсер ететінін ұмытпаңыз. Себебі ондай қателіктер бізде өзіміздің опытымызда кездескен. Кейбір клиенттеріміздің 98-ден кейінгі балаларын стажға қоспай қойған, кейбір клиенттеріміздің архивный справкаларын есептемей қойған, хотя ол кісілердің барлығы қолында бар құжаттарды апарып тапсырған. Вот сол үшін айтамыз, біз өзіңізге положено пенсияңызды алдын ала есептетіп, сізге қандай сумма положено екенін біліп отыратын болсаңыз, сіз уже ертең пенсияға шыққаннан кейін біздің дәл осы расчетпен есебіңізді салыстыратын боласыз. Көп адамдар айтады, маған сенің есептеп бергенің неге керек? Сонда сен мені осылай пенсияға шығарып жібердің ба? Или сенің есептеп бергенді мен соңға апарып тапсырамын ба? Сенің есептеп бергенді олар қабылдамайды ғой деген сияқты. Жоқ, менің есептеп берген есебім, то есть расчет ол сіздің өзіңіздің қолыңызда болады. Сіз оны ешқайда алып бармайсыз, ешкімге тапсырмайсыз, сіз оны сақтап қоясыз. Не үшін? Ертең, например, келесі жылы пенсияға шыққан кезде, сіз сол өзіңіздің қолыңыздағы расчетпен сізге тағайындалған пенсия мөлшерін салыстырасыз. Например, бізде 3 түрлі пенсия бар: базовый пенсия, жасына байланысты, по возрасту пенсия, да, одан кейін накопительный пенсия, 3 түрлі пенсия. Сол каждый пенсия сізге бөлек-бөлек СМС болып тағайындалады. Например, базовый пенсияңыз примерно 54 мың теңге тағайындалды, ал сізге біздің есеп бойынша 60 мың теңге базовый пенсия положено. Ал біз есептеп берген суммадан аз пенсия тағайындалатын болса, онда сіз бізге кері хабарласа аласыз. Вот самый үлкен преимущество дәл осы жерде пенсия есептеуінде. Аз сумма салыстырмалы түрде салыстыру үшін керек болады. Міне сіздер қыздар 60 мың теңге есептедіңдер, маған 54 мың теңге тағайындалып қалды. Қателік қай жерде болды? Вот көрдіңіздер ма? Сіздер есептетпейтін болсаңыздар, енді ойлаңыздар, сіздер осыны біле аласыздар ма? Есептетпедіңіз, сіз пенсия мөлшеріңіздің қандай сумма екенін білмейсіз, сіз, значит, сол 54 мың теңгемен кетіп қала беруіңіз мүмкін. Может, сіз бір құжатты тапсырмай қалдыңыз, немесе сіздің тапсырған құжатыңыз базада есепке алынбай қалған. Дәл осындай қателіктер кеткен жағдайда сізде түзетуге мүмкіндік болады біздің көмегімізбен. Біз сол үшін айтамыз, алдын ала есептетіңіз, чтобы өзіңізге положено пенсияны алу үшін. Енді біз мына клиентімізге 158 мың есептеп бергенбіз. Енді мына клиент уже біліп отыр, өзінің 158 мың алатын 135 мың теңге тағайындалған кезде ол бізге хабарласты. Біз осы кісінің өзіне положено пенсиясын анықтап беруге жұмыс жасадық. Бұл, оказывается, бұл кісінің 82-де жұмыс жасаған жылын стажын есепке алмай қалған. То есть ол библиотекада слушатель болған, ол трудовая книжкада записи бар, трудовая книжкасы тапсырылған, бірақ енді қандай бір каким-то образом ол кісінің сол стажын есепке алмай қалған. Енді олардан да қателік кеткен, енді әдейі деп айтпаймын, байқамай қателіктер кетуі мүмкін. Сол қателіктердің сіздер алдын ала аласыздар. Енді пенсиясын есептетпеген адам қай жерден қандай қателік кеткенін анықтай да алмай қаласыздар. Енді мына кісіміз алдын ала есептеткесін өзіне положено пенсияны талап етіп, бұл клиентімізге алып берген болатынбыз. Вот сол үшін айтамыз, пенсияны жалпы тек қана көбейтетіндер есептемейді. Пенсияны өзіне қандай сумма положено пенсия екенін білу үшін барлық адам есептету керек. Егер сізге өзіңізге положено пенсия шықпай қалатын болса, қандай да бір қателіктер болған болса, дәл сол қателікті анықтап беруге біз сізге көмектесетін боламыз. Біздің жалпы услугамыздың негізгі қызметі дәл осы жерде. Дәл осы сіздер өзіңізге шығып тұрған пенсияңызды білу арқылы аз тағайындалған кезде өзіңізге положено сумманы талап ете аласыздар. Енді ойлап қараңыздар, мына жерде қараңыз,
жатыр. Бұл кісі Түркістан қаласынан хабарласқан, тоже біздің услугамызды онлайн алған клиентіміз Түркістан қаласынан хабарласты. Гүлчехра деген, данныйлар барлығын кетіріп тастадым көрінбесін деп. Енді қараңыздар, біз бұл кісіге есептеп берген суммамыз 79 000 теңге. Айтты, я мен көбейте алмаймын пенсиямды, минимальный мен соған шүкір етем деген сияқты. Бірақ мен всегда айтамын, минимальныйды сіздер қабылдасаңыздар да, минимальный пенсия шүкір деп отыратын болсаңыздар да, бірақ сізге нақты минимальный пенсия қанша екенін біліп отырыңыз. А вдруг сізге сол минимальный пенсияңызды бермей қояды. Вдруг сізге тағайындамай қояды, например, да? Вот сондай кезде сіз өзіңізге положено хотя бы сол минимальный пенсияңызды алуға мүмкіндігіңіз бар болады. Енді қараңыздар, мына жерде біз бұл кісіге есептеп берген суммамыз, жасына байланысты пенсияны біз бұл кісіге 39 000 теңге есептеп бергенбіз, ал бұл кісіге тағайындалған пенсияға шықты, пенсияға апрель айында шықты. Апрель айында шыққан кезде бұл кісіге по возрасту пенсия 19 000 теңге тағайындалып отыр. Ойлап қараңыздаршы, 20 000 теңге. Бір айда алады 20 000 теңге. 20 000 теңгесі жетпей қалып отыр. Енді не себепті жетпей қалғанын біз бұл кісі уже, біз қолында расчеты бар, 79 000 теңге алам деп күтіп отыр, бірақ ол кісіге 20 000 теңге жетпей қалып, пенсиясы аз, одан да аз тағайындалып қалды. Например, сондай кезде бұл кісі бізге кері хабарласып, бұл кісіге көмектесіп, өзіне положено пенсиясын алып беруге жұмыстандық. Оказывается, бұл кісі 86 жылы туылған баласының туу туралы куәлігін тапсырмай қалған екен, білмей қалған. Біз ол кісіге айтып ескерткен болатынбыз, бірақ енді немқұрайлы құжаттарға қараған, соның кесірінен құжаттарын түгел тапсырмай қалғандықтан бұл кісінің 3 жыл стажы 98-ге дейін есепке алынбай қалғандықтан бұл кісіге аз пенсия шығып қалған. Вот сол үшін біз қателікті көрдік, көрсеттік ол кісіге, барыңыз кері тапсырыңыз, өзіңізге положено пенсияны алыңыз деп көмектескен болатынбыз. Енді қазір енді осы видеода айтып жатырмын, пенсия тағайындалғаннан кейін перерасчетқа жазып, өзіне положено сумманы алуға болады деп, ол тек қана алдын ала есептеткен клиенттер. Сіздер 1 жыл, 2 жыл бұрын пенсияға шығып кеткен болсаңыздар, уже еш нәрсені өзгерте алмайсыздар. Осыны ескеріңіздер. Сол үшін пенсия сізге қандай сумма положено екенін біліп отыру керек. Сіз, например, кейбір клиенттерім болады, мен максималды пенсия алатынымды білемін дейді. Мен айтам, қанша максималды пенсия аласың? Базовый пенсияның мөлшерін білесің ба? По возрасту пенсияның мөлшерін білесің ба? Накопительный пенсияң қанша? Деген кезде сол сұрақтарға жауап бере алмайды. Менің қасымдағы көршілерім, менің қасымдағы жұмыстастарым осындай суммаға шығып жатыр, мен де примерно сол сумманы алатын шығармын дейді. Бірақ сіздер олай қарауға болмайды. Сіздің қасыңыздағы жұмыстасыңыз, сізде стажбен 180 000 теңге максималды пенсия алғанмен, может сізге 205 000, 210 000 теңге максималды пенсия положено шығар. Сол үшін қай пенсияңыздың мөлшері қандай шығып тұрғанын алдын ала біліп отыратын болсаңыз, егер сізге не дай бог, например, аз пенсия тағайындалатын болса, өзіңізге положено сумманы талап етіп алатын мүмкіндігіңіз бар. Дәл сол сияқты менде Алматы қаласында декабрь айында шыққан клиентім болды өткен жылы. Сол декабрь айында ол кісі пенсиясын алдын ала есептетті, хабарласты. Біз пенсиясын есептеп берген кезде ол кісіге по возрасту пенсияны 105 000 теңге деп есептеп бердік. 105 000 теңге ол кісінің алу керек максималды пенсиясы еді. Тек қана по возрастудың өзі. Бірақ пенсияға құжаттарын барып тапсырған кезде ол кісінің тағайындалған суммасы 105 000 емес, 80 000 теңге тағайындап берді. То есть пенсиясы 25 000 теңгеге аз тағайындалып қалған екен. Енді ол кісі өзінің 105 000 теңге алатынын алдын ала біліп отырғандықтан, ол кісі уже бізге кері хабарласты. Қыздар, қараңдаршы, сіздер маған 105 000 есептедіңіздер, ал маған тағайындалған сумма 80 000 теңге. Қай жерде қателік болды екен деп хабарласқан кезде біз опять также сол қателермен жұмыс жасадық, керекті құжаттарды алдырттық. Сол бойынша қателігін тексерген кезде, оказывается, ол кісінің 3 жылдық табысын база дұрыс бермей қойған. Енді ол маманның қателігі емес, ол кісінің қателігі емес, ол просто база. То есть енді бізде бәрібірде технология, олар да қателесуі мүмкін. Да, например, оказывается, 3 жылдық табысын дұрыс көрсетпей қалғандықтан ол кісі өзінің положено суммасынан аз пенсия алып қала жаздады. Енді бұл жерде ол кісінің ұтқаны пенсиясын алдын ала, ой, мен максималды алам, маған есептетіп керек емес деп отырған жоқ, өзінің қанша алатынын алдын ала білу мақсатында есептетті. И сол 25 000 теңгені біз ол кісіге дәлелдеп алып бердік. Көрдіңіздер ма? Вот пенсияны есептететін болсаңыздар, сіздер ол бір айда 25 000. Ойлаңыздаршы, енді бір жылда 300 000 теңгесінен айырылып қала жаздады. Енді бұл бізге, менің алдыма келіп, менен есептетіп кеткен клиенттерім. Енді сіздер пенсияны есептетпей, үкімет не береді, соны аламын деп сенімді болып жүрген кезде, өзіңізге положено пенсияны да алмай қалуыңыз мүмкін екенін ұмытпаңыз. Енді бұл сіздерге прям өтірік айту, қыздыру мақсатында емес, бұл по факту
менің өзімнің реально клиенттерімнің жағдайларында көріп жатырған, өзімнің опытымнан, тәжірибемнен айтылып жатырған историялар. Бұлар реально менің өзімнің клиенттерімде кездескендіктен. Сол үшін мен всегда айтамын, барлық пенсияға шығатындар тек қана пенсиясын көбейтетіндер емес, одан бөлек минимальный пенсияға, ну ладно, жақсы, мен минимальный аламын, пенсиямды көбейтпеймін дейтін болсаңыздар да, өзіңіздің қанша пенсия алатыныңызды алдын ала біліп отырыңыз. Егер біздің есеп пен сіздің есеп сәйкес келетін болса, сіз өмір бойына сомнениемен өтпейсіз. То есть пенсияға шыққаннан кейін сіздердің бәрібір де бастарыңызда күмән болады. Маған дұрыс есептелді ма, дұрыс есептелмеді ма деген сияқты. Вот сол үшін алдын ала есептеулер жүргізетін болсаңыз, сіз уже өзіңізге положено суммаңыз дұрыс тағайындалғандығына сенімді боласыз. Егер біздің расчетпен сәйкес келетін болса, егер біздің расчеттан аз болатын болса, онда сіздің положено пенсияңызды алып беруге көмектесетін боламыз. Именно дәл осы үшін пенсияңызды алдын ала есептеу керек. Енді көп адам сұрайды, жалпы пенсияны есептеп көбейту заңды ма? Енді айтып жатырмыз, біз есептеген кезде, көбейткен кезде қандай заңдылықтарға сүйенеміз? Жалпы енді пенсияны көбейтетін кезде заңды тұстары бар, заңсыз тұстары бар. Енді соны мен қазір сіздерге бөліп беремін. Жалпы мына еңбек стажыңыз толық есептелу болатын болса, мана айттым ғой сіздерге, егер сіздер құжаттарыңызды толық түгендемейтін болсаңыздар, ол стажға есептелмей қалады. Ал біз сізге именно қай құжаттарыңыз стажға кіреді, қай құжаттарыңыз кірмейді, қай құжатты сіз тапсыру керексіз, қай құжатты тапсырмау керексіз, соны анықтап беретін боламыз. То есть сізге құжатты толық дұрыс тапсыруға жол көрсететін боламыз. То есть сіз құжаттарыңызды дұрыс тапсыру арқылы өзіңізге положено пенсияңызды максималды алуға болады. Например, мана айттым ғой алдыңғы видеода, например, алдыңғы неде презентацияда манағы клиентім өзінің баласының құжатын дұрыс тапсырмай қалған. То есть документіне немқұрайлы қарап өзінің алатын пенсиясынан да төмен пенсия алып қала жаздады. Вот сондай адамдардың, сондай жағдайлардың алдын алу үшін біз құжаттарыңызды тексереміз, қараймыз. Потом кейбір құжаттарда, например, печаттар көрінбейтін болады, например. Оларды біз архивный справкалар алу арқылы дәлелдейміз. Соны да сіздер алдын ала дайындап қоятын болсаңыздар, архивный справкаларды шығарып алатын болсаңыздар, оның архивке запрос жіберу керек болады, ол 10 күнде дайын болады. Соның барлығын дайындап құжаттарды сіз толық тапсыратын болсаңыз, опять также өзіңізге положено пенсияңызды побольше алуға мүмкіндігіңіз бар. Қосымша құжаттар, қосымша справкалар тапсыру арқылы. Енді 98-ге дейінгі қолыңызда бар құжаттарыңыз дұрыс тапсырылатын болса, опять также сіз өзіңізге положено пенсияны көбірек алуға мүмкіндігіңіз бар. Енді то есть бұл жерде 36 айлық табысты тексеріп береміз. То есть сіздің 3 жылдық выгодный периодыңыз именно қай период? Көп адам осыны соңғы жылдар деп ойлайды. Бірақ ол соңғы жыл емес, именно сіздің жағдайда қай жылыңыз 3 жылдық табысқа кіретінін анықтайтын боламыз. Себебі манағыдай клиентімнің жағдайында айттым, 3 жылдық табысы базадан қате алынып кеткендіктен ол кісі өзіне положено максималды пенсиясын ала алмай қала жаздады. Дәл сондай қателіктердің алдын алу үшін біз сіздерге 3 жылдық табысыңызды анықтап беретін боламыз. Сол одан басқа сіздің, например, қолыңызда кейбір адамдар балалар стажға кіретінін білмейді, военный билеті стажға кіретінін білмейді, сол құжаттарды тапсырмай қалады. Сол үшін біз есептеген кезде дәл осы құжаттарыңыз сіздің стажға кіреді, осы құжаттарыңызды алдыртыңыздар, жоқ болса дайындаңыздар қосымша құжаттар деп біз сізге уже заңның негізінде, заңның аясында осының барлығына консультация беретін боламыз. Себебі бұндай есептеулер әр адамда әртүрлі, әр адамның историясы әртүрлі деген сияқты каждый клиенттерімізге индивидуально ол кісінің документтерін негізінде түсіндіретін боламыз. То есть біз 100% заңның аясындағы ғана ақпараттарды сіздермен бөлісеміз. Енді қараңыздар, бұл жерде сон есептейді емес па? Сендер сонда сонсыңдар ма деген сияқты бір көп адамдар кейде болады, клиенттерім арасында документтер бәрін алып келіп, мен арқылы пенсияға шығам деп ойлап қалады. Жоқ, біз сон емеспіз. Сіздер пенсияға шығатын болсаңыздар, 10 күн бұрын, 10 рабочий күн бұрын сіз құжаттарыңызды сонға апарып өткізесіздер. Қолыңызда қандай құжаттарыңыз бар, сіздің 98-ге дейінгі қай құжаттарыңыз стажға кіреді деген сияқты соның барлығын алып барып сонға тапсырып, сон арқылы пенсияға шығасыздар. Біз пенсияға шығаратын орган емеспіз. То есть біз государственный орган емеспіз. Біз бірақ заңды бізге ортақ берді ғой, сол заңды қарапайым тілде, халыққа түсінікті тілде жеткізетін консультант мамандармыз. Енді қараңыздар, бізге есептеткен, алдын ала есептеткеннің пайдасы, соны есептейді, соны есептейді, олар тек қана 10 күн қалған кезде ғана құжаттарыңызды қабылдайды. Одан бұрын сіздердің құжаттарыңызды қабылдап тексермейді. Енді кейбір болады, выплатной центрларда сіздің стаждарыңыз бойынша қай орындарға архивный справкалар керек деген сияқты
соларды тексеріп беруі мүмкін кейбір выплатной центрлар. Бірақ бұл жерде қараңыздаршы, олар сіздің по факту пенсияңыз осындай шығады, осындай суммаға дейін көбейтесің деген сияқты сізге пенсия мөлшерін айтпайтын болады. Себебі оны айтып есептеп, алдын ала есептеу жұмыстарын жүргізетін олар консультант мамандар емес. Олардың жұмысына ол кірмегендіктен сіз пенсия мөлшерін тұрақты түрде нақты қанша болатынын ол мамандардан біле алмайсыздар. Ондай қызмет үшін біз сияқты жеке консультант мамандар сіздерге көмектесе аламыз. То есть айтқым келгені, біз сон емеспіз, біз ешкімді пенсияға шығармаймыз, бірақ сіздердің құжаттарыңызға алдын ала талдау жүргізіп беру арқылы қандай құжаттарыңыз керек, қандай дополнительный документтер керек, сіздің табысыңыз, 3 жылдық табысыңыз именно қай период деген сияқты сол уақыттарға сізге консультация беріп, алдын ала пенсияларыңызды есептеп беретін боламыз. Осыны ұртастырмаңыздар. Енді көп адамдардың, мана айтып жатырмыз ғой, документтер дұрыс қабылданбай қалатын болса, документтерін дұрыс тапсырмай қалатын болса, ол кісілердің алатын пенсиялары, өздерінің алатын пенсияларының мөлшері азаятын болады. То есть айтқым келгені, соны сіздерге пенсияны тағайындап береді, пенсияға құжаттарыңызды қабылдайды, бірақ алдын ала есептеу жұмыстарын жүргізбейді. Сіздерге пенсия мөлшерін анықтап бермейді. Енді біздің орталықтың қызметі дәл осы жерде. Сіздерге алдын ала есептеу жүргіземіз, қанша алатыныңызды алдын ала айтамыз. Егер сізге сол біз есептеп берген сумма шықпай қалатын болса, қай жерден қандай қателік кеткенін анықтап, сол қателікті жөндеуге жұмыс жасауға көмектесетін боламыз. Біздің орталығымыздың қызметі жалпы сол жерде. Енді көп адамдар айтады, например, маған комментарийлерде жазады, сонда сендер стаж қосып бересіңдер ма? Например, менің 98-ге дейінгі стажым жоқ, или 98-ден кейінгі стажым жоқ деген сияқты сұрақтар бар сұрайтын. Енді қараңыздаршы, мен айттым ана сабақта сіздерге, біз заңның аясында, заңның негізінде ғана жұмыс жасайтын болғандықтан біз ешкімге стаж қосып бермейміз. Сіздің по факту бар стажыңызды есептеп қана берумен айналысамыз. Ешкімге архивный справкалар жасаумен айналыспаймыз, ешкімге стаж қосумен айналыспаймыз. То есть, егер бұнымен айналысам деген адамдар сізге хабарласатын болса, олардың жұмысы заңсыз екенін ескеріңіз. Заң бойынша бұл өзі қудаланатын болады. То есть, ондай адамдар мошенниктер болады. Ал біз тек қана заңның аясындағы ақпараттармен сіздермен бөлісетін боламыз. Заңды қарапайым тілде, түсінікті тілде жеткізіп сіздерге ақпараттар беретін боламыз. Енді бізде араларыңызда может инвалидность бар адамдар болуы мүмкін. Олар ойлайды, бізге қалай пенсия тағайындалады, біз осы инвалидность пенсиямен қалай береміз ба деген сияқты. Бұл жерде қараңыздаршы, енді первый, второй, третий группа деген сияқты олардың группалары бар. Бірақ бұл жерде сіздер бәрібір де пенсияға шығасыздар, пенсияға құжат тапсырасыздар, бірақ сізге именно мына по возрасту пенсияны салыстырмалы түрде пособияңызбен салыстырмалы түрде береді. Сол үшін именно екінші группасы бар, үшінші группасы бар адамдар пенсиясын алдын ала есептету керек болады. Себебі именно біздің көбейте алатын пенсиямыз, әсер ете алатын пенсиямыз осы по возрасту пенсия түрін сізге салыстырмалы түрде өзіңіздің алатын пособияңызбен салыстырмалы түрде салыстырып береді. Қайсысы көп, соны біреуін тағайындайтын болады. Сол үшін егер сізге по возрасту пенсияны көбейтуге мүмкіндігіңіз бар болатын болса, лучше сол по возрасту пенсиямен өмір бойына лучше пенсияны таңдап пенсияға шығып кеткен тиімді болады. Егер сіздерде бессрочный срокпен болса да. Вот осыны ескеріңіздер. Сол үшін именно екінші первый группа есептетіп керек емес. Олар сол өзінің бар құжаттарын тапсырып, оларды потому что пособиясымен шығады, пособиясы нормальный шығады. Именно екінші, үшінші группадағы адамдарға біз пенсияларыңызды есептетіңіздер, көбейтуге мүмкіндік болса, сол пенсияны көбейтіңіздер деп совет береміз. Енді жалпы көп сұрайтын сұрақ, ИП арқылы пенсияны қалай біз көбейтеміз? Жалпы ол қалай көбейеді, ИП қалай әсер етеді деген сияқты ғой. Енді қараңыздар, ИП бұл деген тек қана ИП емес, бұл жерде табыс деген әңгіме ғой. Бізде по возрасту пенсия именно табысқа байланысты есептелетін пенсия түрі. Енді ИП-сы бар кәсіпкерлердің 90-95% көп жағдайда өзіне пенсионканы дұрыс төлемейді. Кейбіреулері минималкадан төлеп отырады, 8,5 теңгеден төлеп отырады. Бірақ ол 8,5 теңгеден төлеп пенсияға шығатын болса, ол сәйкесінше минималды пенсия алып қалуы мүмкін. Сол үшін біз ИП-сы бар адамдарға пенсиясын алдын ала есептетіңіздер. Сіздің төлеп жатырған төлемдеріңіз дұрыс төленіп жатыр ма? Сіздің төлеп жатқан төлеміңіз максималды пенсияға жетеді ма, жетпейді ма? Анықтап алыңыздар деп айтамыз. Енді пенсияңызды есептетпей, просто ИП-дан төлем төлей беретін болсаңыздар, сіздерде қандай расход болуы мүмкін? Сіздің төлеп жатқан ақшаңыз бостан-босқа далаға кетіп қалуы мүмкін.
Себебі былай, ипім бар, я мен төлеп жатырмын. Кейбір адамдар минималкадан төлейді, кейбір адамдар тіпті 50 мың, 60 мың теңгеден пенсионка көрсетіп жатады. Бірақ егер ол адамда 3 жылдық норматив бұрын уже орындалып қойған болса, например, ол кезінде жұмыс жасады, сол жұмыс жасаған жеріне норматив орындалған болса, ол ипыдан 50-60 мың теңге төлеуге міндетті емес. Осыны ескеріңіздер. Сіздер просто так пенсиямды көбейтемін деп 50-60 мың теңге төлеп бостан босқа шығын жасап отырған болуларыңыз әбден мүмкін. Енді кейбір адамдар бар, например, көршім 50 мың теңге төлеп максималды пенсияға шықты екен, менде 50 мың теңге төлеп максималды пенсияға шығамын деп ойлайтындар бар. Бірақ енді именно дәл сол адамның жағдайында ол 50 мың теңге максималды пенсияға жетпей қалуы мүмкін. Алдында айтып өткенімдей, әр адамда максималды пенсиясы әртүрлі мөлшерде. Потому что менде ипысы бар клиенттерім біреу 30 мыңнан төлеп жатыр, біреу 70 мыңнан төлеп жатыр, біреу 48 мыңнан төлеп жатыр, біреу 65 мыңнан төлеп жатыр деген сияқты. Каждый ипысы бар кәсіпкерлерімнің төлейтін төлемдері әртүрлі. Олар бір-бірлеріне ұқсамайды. Сәйкесінше алатын суммалары да әртүрлі болады. Сол үшін определенный бір сумманы біреуден көріп алып төлей беруге болмайды. Сіз либо максималды пенсиядан артық төлеп жатасыз, өзіңізге лишний расход жасап жатуыңыз мүмкін, немесе сіздің төлеп жатқан төлеміңіз бәрібір де максималды пенсияға шығармай қалуы мүмкін екенін ұмытпаңыздар. Именно дәл сондай қателіктер сіздердің минималды пенсия алып қалуыңызға әсер етеді. Енді именно менің қазіргі опытымда көріп жатырған соңғы кездегі клиенттерімнің 95% маған хабарласып жатырған барлығында ипі бар, ашып қойған, олар ойлайды екен: мен пенсионка төлесем болды, мен максималды пенсия аламын. Бірақ қазір заң просто так максималды пенсияны сіздерге бере бермейді. Оның барлығын тексеруінің өзінің жолдары бар. Например, міне маған кеше осы сопровождение қызметін алған клиенттерім бар, ипылары бар екен, 2024 жылдан бастап кәсіптері бар, кейбір клиенттерім 2018 жылдан бастап кәсіптері бар, столовый бар, айналысып жатырған бутиктері бар, фастфудпен айналысатын клиенттерім бар. Барлығы да ипылары бар, ипыдан төлемдер төлеп жатыр. Бір клиентім 69 мың теңгеден төлеп отыр, бір клиентім 39 мың теңгеден, 50 мың теңгеден төлеп жатқан клиенттерім бар. Енді ЭЦП-сын сопровождение қызметін алғаннан кейін ЭЦП-сын ашып тексеріп қарасақ, ол кісінің төлеген төлемдері мен әлеуметтік төлемдер бар бізде. Пенсионка, социальное отчисление, медстраховка, олар барлығы бір-біріне сәйкес төлену керек. 24 жылдың нормативі басқа, 25 жылдың нормативі басқа, 26 жылдың нормативі формулалар басқа деген сияқты, солардың барлығы бір-біріне сәйкес келген жағдайда ғана сіздің төлеген төлемдеріңіз есепке алынады. Егер төлеген төлемдеріңіз, ол сәйкес болды, бірақ ол отчетта дұрыс көрсетілмейтін болса, сіздің төлеген ипыға төлеген пенсионкаңыз есепке алынбайды, сәйкесінше сіз өзіңізге тиісті максималды пенсияны ала алмай қаласыз. Немесе мынадай жағдайлар бар: төлеген төлемдер барлығы идеальный, отчетқа ол дұрыс көрсетілген, бірақ ол кісінің доходы, то есть табысы жетпейді. По факту табысы аз, например, менде осындай кейстер болды. Төлеп келе жатқан төлемдердің барлығы идеальный, бірақ табысы аз болып қалды, жетпей қалды. Солай ол кісі өзіне положено максималды пенсияны алмайды. Сол үшін біз айтамыз, егер именно ипысы бар кәсіпкерлерге біздің сопровождение қызметімізді ұсынамыз. Сіз сопровождение алыңыз, ипыңызды пенсияға шығарып жүрген, пенсиямен айналысып жүрген адамдарға жасату керек. Көп адамдар ойлайды: менің бухгалтерім бар, сол жасап жатыр, сол мені шығарып береді, мен сол арқылы максималды аламын деген сияқты қатты өздеріне сенімді болады. Бұл жерде разницаны түсініңіздерші. Бухгалтер дегенде каждый бухгалтердің өзінің бір міндеттері бар, ол өзінің жұмысын ғана біледі, басқа адамның жұмысын білмеуі мүмкін. Именно пенсия саласында айтып жатырмын, заңы оның бөлек. Ол басқаша тәсілмен қаралады. Ал оны кез келген бухгалтер білмейді. Оны, например, декретпен айналысатын бухгалтер қыздар білмейді. Оны обычный ИПТО-ларды жүргізіп отырған бухгалтерлер білмейді. Оны тек қана осы салада клиенттері бар, максималды пенсияға шығарып жүрген мамандар ғана сізге дұрыс жол сілтей алады. Именно маған ипысы бар клиенттерімнің барлығы келіп жатыр. Солардың жұмыстарын қарап біз 99%-інде осы 25-ке, 24-ке, 26-ға осыған дейін төлемдерін барлығын возврат жасап алып, енді оны кері төлетіп жатырмыз. Себебі төленген төлемдері дұрыс емес. Олардың да бухгалтерім жүргізді, ана қыз жүргізді, или кейбіреулер разовый услугаларды кез келген адамнан алып, и в итоге өзінің пенсиясынан айырылып қалады. Ойлаңыз, сіз разовый кез келген адамнан алдыңыз, или бухгалтерден алдыңыз, бухгалтеріңіз сіздің негізгі пенсияңызға жауапты адам емес болғандықтан ол кісіні особо қатты негізі қызықтырмайды.
егер өзіңіз сізге положенный пенсия шықпай қалса, ол сізге положенный пенсияны алып бере алмауы да мүмкін екенін ұмытпаңыз. Сол үшін егер сіз ИП-дан төлеп жатырсыз, төлеген төлемдеріңіз босқа кетіп қалмасын десеңіз, именно осы салада айналысатын мамандарға хабарласыңыз деп сіздерге совет беремін. Қараңыздаршы, міне біз ИП-ны тексерген кезде доходы ұрылды деп айтқан, бірақ по факту түсініксіз доходы, отчеттары мүлдем дұрыс емес. Бұның барлығы заңсыз жасалғандықтан ертең сіздің ол жұмысыңызды үкімет қабылдамайды. Үкімет қабылдамаса, сәйкесінше сізге положено максималды пенсияны бермейтін болады. Пенсияға шығып кеткеннен кейін олдай қателіктерді жөндеу уже кеш болады. Сол үшін пенсияға алдын ала дайындалыңыздар, алдын ала қаратыңыздар, алдын ала есептетіңіздер, тексертіңіздер деп айтып қайталап жатырған себебіміз осы. Ертең сіз өзіңізге положенный пенсияңыздан айырылып қалмаңыздар деп сіздерді уайымдағандықтан, ертең сіздердің алатын пенсияларыңыз азайып қалмасын деп именно сіздерге жанымыз ашығандықтан, өзіміздің опытымызда болған жағдайларға сүйене отырып айтып түсіндіріп жатырмыз. Көрдіңіздер ме? Көп именно осы ИП-сы бар адамдар барлығы да просто пенсионка төлеп максималды пенсия алмайтынын ұмытпаңыздар. Просто так минусқа, просто так расход жасап алуыңыз мүмкін. Енді қараңыздар, дәл сондай сияқты мына бір кейс менде. Бұл кісі міне май айында пенсияға шықты, өткен жылы келді, пенсиясын есептеп берген болатынбыз. Өзінің по факту 110 мың теңге алу керек еді, бірақ ИП арқылы көбейтсе 161 мың теңгеге пенсиясы көбейеді. Енді бұл кісі маған айтты, менің өзімнің бухгалтерім бар. Сол бухгалтер маған ИП-ымды жүргізеді, мен солай максималды пенсияны аламын, өзім көбейтемін, өзім жүргіземін деп кетіп қалды. Кеше бізге хабарласып келді, пенсиясы тағайындалды. Енді бұл кісі по возрасту пенсияны 106 мың теңге алу керек болған, бірақ қарасаңыздар, міне 106 мың емес, ол кісіге 77 мың теңге по возрасту пенсия шықты. То есть почти 30 мың теңгеге пенсиясы азайып қалып отыр. Бұл неден? Бұл ИП дұрыс жұмысы жүргізілмегендіктен. Я, ол кісінің де бухгалтері болды, ол кісінің бухгалтері дұрыс тапсыра алмағандықтан өзіне положенный пенсиясы шықпай қалып отыр. Дәл сондай қателікті сіздер де жасап қайталамас үшін лучше бір рет қайта-қайта шығындалмай, опыты бар, кәдімгідей айналысып жүрген, шығарып жүрген, бұрын шығарып жүрген мамандар, например, көп бұрын шығарғанда енді көп адам бұрын пенсионка төлеп тапсырып беріп шығардым деп айтады. Бірақ енді бізде заң жыл сайын қатаңдап жатыр. Егер ИП-іңіз дұрыс жүргізілмейтін болса, сіз қазір максималды пенсия алып қалуыңыз, вдруг повезло, өтіп кетті да құжаттарыңыз, но сізден 2 жылдан кейін, 3 жылдан кейін сол пенсияны қайтарып алуға үкіметтің толық құқығы бар екенін ұмытпаңыз. Сол үшін ИП-іңіздің жұмысын именно опыты бар, барлығын дұрыс білетін мамандарға тапсыруды ұсынамын. Кейбір адамдар услугаңыз былай айтады, бізге сіздердің услугаларыңыз қымбат, мен арзанды тауып алдым деген сияқты, сөйткен кезде өздерінің положенный пенсияларын алмай қалып жатады, немесе ИП-ның жұмыстары дұрыс жүргізілмей, құжаттарын барлығын тапсырғаннан кейін, ертең 1 жылдан кейін, 2 жылдан кейін тексерістер болатын болса, сізге қазір тағайындалған максималды пенсияны үкімет кез келген уақытта обратно қайтарып ала алатынын ұмытпаңыздар. Сол үшін андай лучше сенімді маманға бір тапсырып, 100% сенімді болып отырғандарыңыз өздеріңіз үшін жақсы болады. Енді например, қараңыздаршы, көп адамдар айтады, например, пенсияны мен қазір ИП арқылы көбейттім, ертең пенсиям менің 2 жылдан кейін азайып қалады деген сияқты халық арасында қауесет сөздер тарап жатыр. Бірақ бұл жерде мен түсіндірейін. Мына қараңыздар, бізде базовый по возрасту накопительный деген пенсия бар. Именно біз әсер ете аламыз. Егер сіз кәсіпкер болсаңыз, ИП-дан төлеп жатырған болсаңыз, пенсионканы дұрыс төлейтін болсаңыз, сіз мына жерде қараңызшы, міне по возрасту пенсияңызды ғана көбейтесіз. Ал по возрасту пенсия бізге үкіметтен тағайындалатын пенсия түрі. 50 мың теңге по возрасту шықты, соны біз 107 мың теңгеге көбейттік. Енді бұл по возрасту пенсия бессрочный тағайындалатын пенсия түрі. Бұл по возрасту пенсия бітіп қалмайды, азайып кетпейді, тоқтап қалмайды. Қазір сізге 107 мың теңге максималды пенсия шықты ма, ол тек қана жыл сайын өсіп отырады. Ал азайып қалады, бітіп қалады дейтініміз, ол бізде накопительный пенсия. Накопительный пенсия базовый мен по возрасту пенсияға қарағанда бір ерекшелігі, сіздің тек қана накопленияңызға байланысты тағайындалатын пенсия түрі. Накопленияңыз біткен кезде сіздің накопительный пенсияңыз тоқтап қалатыны, бітіп қалатыны шын. Ол сіздің накопленияңыз біткен кезде ғана. Но бірақ біздің көбейтетін, біздің әсер ететін пенсиямыз ол накопительный пенсия емес, именно осы по возрасту пенсия. Мен кейбірде клиенттеріме айтамын, сіз осы по возрасту
пенсияңызды көбейтіп алатын болсаңыз, 2-3 жылдан кейін бітпейді. Даже 2-3 жылдан кейін бітіп қалатын болса, если, например, сіз қазір солай қорқып жатырсыз ғой, мен онда сіздің дальше пенсияңызды өміріңіздің соңына дейін мен өзім төлеп беруге дайынмын деген сияқты разницасын. Оны мен не үшін айтам? Себебі мен заңды білгендіктен, заңды түсінгендіктен, бұл по возрасту пенсия ешқашан тоқтап қалмайды, бітіп қалмайды, азайып қалмайды. Ол сізге өмір бойына тағайындалып отыратынына мен өзім 100% сенімді болғандықтан мен осылай клиенттеріме 100% гарантия бере аламын. То есть ол пенсия жыл сайын өсіп отырады. Например, бізде 2023 жыл 180 мың теңгемен максималды пенсияға шыққан кәсіпкер клиентіміз бар, өзінің бутигі бар Шалқымада, например. Сол кісі қазіргі таңда 245 мың максималды пенсия алып отыр. Ойлаңыздаршы, пенсиясы наоборот жыл сайын өсіп ұлғайып, қазіргі таңда почти 250 мың теңге пенсия алып отыр. Сол үшін ИП-ны көбейтіп, пенсия наоборот азайып қалады деген ол сіздерге просто құр қауесет өсек. Ол дұрыс емес. Ал дұрысы по возрасту пенсия ол бітпейді. Сіз көбейтетін болсаңыз мүлдем ұтылмайсыздар. Осыны естен шығармаңыздар. Енді қараңыздар, көп адамдар сенбеуі мүмкін да. Қазір мен айтып жатырмын. Өзімнің опытыма сүйеніп максималды пенсияға шығарған клиенттерім көп деп айтып жатырмын. Енді оны құр сөзбен айтқан болуы мүмкін. Енді бұл менің максималды пенсияға шыққан клиенттерім. Қарасаңыздар, міне 19.05.2026 жыл прям свежийларын көрсетіп жатырмын енді сіздерге. Бұл кісінің, например, максималды по возрасту пенсиясы 77 мың теңгеге көбейген. Ал базовый пенсиясы 41 мың теңге. Бұл именно біздің орталық арқылы, біздің сопровождение қызметін алу арқылы максималды пенсияға шыққан клиенттеріміз. То есть біз сізді максималды пенсияға шығарамыз деп уәде еттік па, сол услугаға 100% гарантия бере аламыз. Даже оған біздің өзімізде договорларымыз бар. Сол үшін қорықпай, уайымдамай, Қазақстанның кез келген қаласынан хабарласа берсеңіздер болады. Қазақстанның кез келген қаласынан біз онлайн сопровождение жасай береміз, онлайн құжаттарыңызды тексере береміз, жүргізе береміз деген сияқты. Ол сіз қай қаладан болғаныңыз жалпы маңызды емес. Енді қараңыз, мына жерде Ботбаева Шолпан 26.05. Мен тек қана сіздерге соңғы тек шыққан клиенттерді ғана көрсетіп жатырмын. Бұл кісінің по возрасту пенсиясы 88 мың теңге, базовый пенсиясы 57 мың теңге. Бұл да біздер арқылы пенсиясын максималды пенсияға шығарған клиенттеріміз. Келесі Нургалиев Сабит. Бұл кісінің по возрасту пенсиясы 91 мың теңге, базовый пенсиясы 60 мың теңге. Келесі клиентіміз Сандуғаш апамыздың по возрасту пенсиясын қараңыздар 108 мың теңге, базовый пенсиясы 55 мың теңге. Міне өздеріңіз көріп жатырсыздар. Енді бұл реально менің пенсияға шыққан, біздің орталық арқылы шыққан клиенттеріміз. Біз алдын ала есептеп минималды пенсия алатынын анықтап, көбейтуге болатын варианттарды қарасып, біздің услугамыз арқылы максималды пенсияға шыққан кәсіпкер клиенттеріміз. Сіздерде дәл осылай есептеткеннен кейін максималды пенсияға көбейтуге мүмкіндіктеріңіз бар болса, сол мүмкіндікті біздің орталықтың қызметі арқылы пайдалана аласыздар. Көп адамдар енді сенбей жатуы мүмкін. Мен тағы да енді көп адам видео отзывтарды беруге келіспейді. Көп клиенттеріміздің видеоға түскілері келмейді, айтқылары келмейді деген сияқты. Енді біз барынша сіздерге көрсетіп жатырмыз. Мошенник емес, біз алдап кетпейміз. 6 жылдан бері айналысамыз, Инстаграм жүргіземіз, әлеуметтік желілерде белсендіміз деген сияқты. Сол үшін қорықпай бізге хабарласып, пенсияларыңызды есептетіп алсаңыздар болады. Енді қараңыздар, бұл жерде жалпы пенсия есептеп беру қанша, енді сұрақ пайда болған шығар сіздерде. Пенсия есептеп беру услугаларыңыз қаншаға есептейсіздер деген сияқты. Жалпы пенсия есептеп беру қандай, көп адам түсінбейді. Сен тек қана салып маған бір шығарып бересің ба деген сияқты. Жалпы пенсия есептеп беру қызметіне бізге сіздің құжаттарыңыз толық тексеріледі, деректердің барлығын қараймыз, көрсеткіштерді қараймыз, пенсионка бойынша аударылған пенсионкалар тексереміз. Сол бойынша сіздің базовый пенсияңыз қанша шығады, по возрасту пенсияңыз қанша шығады, пенсияңыз қанша болады, ол пенсияңыз максималды пенсияға жетеді ма, максималды пенсияға жетпейді ма, анықтап беретін боламыз. Бұл біздің есептеп беру услугамыздың нәтижесінде сіз қанша пенсия алатыныңызды нақты білетін боласыз, қай жерде қандай қателік бар, қай қателікті жөндейсіз, қандай қосымша құжаттар керек болады. Например, егер максималды пенсияға көбейтуге болатын варианттар болса, сол варианттарды пайдалана аласыз. Енді біздің пенсия есептеп беру услугамыз қанша? Ол 40 мың теңге болады. Енді мен мана сабақтың басында айтып кеттім, сіздерге осы сабақты қарағандарыңыз үшін мен сіздерге арнайы жеңілдік жасайтын боламын. Ол жеңілдікті қалай аласыздар? Ол жеңілдікті бұл жерде сіздерге промокод беріледі. Сол промокодты сіздерге, промокодты бізде пенсия 2026. Дәл осы пенсия 2026 деген промокодты сіз менеджерға жазатын болсаңыз, менеджер сізге қанша процент скидка беретінін айтатын болады. Жеңілдікпен пенсия есептеп беру услугасының бағасын сізге айтып, сізбен бөлісетін болады. Төлем төлеуге ссылка жіберетін болады. ИП-міздің ссылкасын жіберетін болады. Енді қараңыз, бұл тек қана 50 адамға жасалатын
жеңілдік. Сол үшін бұл сабақты сіз қарап отырған болсаңыз, 50 адамның қатарында болуға үлгеруге тырысатын болсаңыз, үлгеріп қалсаңыз болады. Менеджерға жазып промокод айтасыздар, сол арқылы өзіңізге тиісті жеңілдікті алсаңыздар болады. Енді қараңыздар, кейбір адамдар қазір ойланып қалған болуы мүмкін. Ой, неге 40 мың теңге услугаларыңыз қымбат? Анау 5 мыңға есептейді, мынау 10 мыңға есептейді деген сияқты баға салыстыратындар бар екенін білемін. Енді сол сұраққа мен жауап беріп кетейін. Иә, 5 мыңға есептейтіндер бар, 10 мыңға есептейтіндер бар. Мен оларды жоққа шығармаймын. Жалпы бұл пенсия есептеп беру нарықта негізгі бағасы, опыты бар сенімді мамандардың бағасы 50 мың теңге. Бірақ енді біз халыққа қолжетімді алып 40 мың теңгеге түсіріп жасап жатырмыз. Бірақ енді 5 мыңға, 10 мыңға есептейтіндер, олар бұл салада енді кеше курс оқып алған адамдар, кеше бастап жатырған адамдар, олардың опыттары жоқ болуы мүмкін. Олардың жасаған қателіктеріне сіздер жауап беретініңізді ұмытпасаңыздар екен деймін. Сізге может қате есептелетін болса, менде ондай случайлар болған, потому что менің декабрьде хабарласқан клиентім болды, пенсиясын қате есептеткен, ИП-дан 1 миллион теңге төлеп келген, ал бізге бірақ бәрібір де өзінің расчетына сенімсіз болып бізге хабарласқан кезде пенсиясын есептеу барысында ол кісіге мүлдем ИП ашып керек емес екенін анықтадық. Себебі ол кісінің жұмыс орнынан өзінің алған зарплатасының табысы максималды нормативті орындауға жетіп тұрғанын анықтап, ол кісі просто өзіне 1 миллион теңге расход жасағанын анықтадық. Бұл неден болды? Бұл арзан услуга алған, арзан услугадан бөлек, енді арзан бағаны кім қояды? Бұл салаға енді кіріп жатырған, енді бастап жатырған, өзіне сенімсіз мамандар арзан бағаға ұсынады. Сол адамдардың қателігіне сіздер жауап беретініңізді ескеріп өтсеңіздер екен. Не үшін біз 40 мың теңге деген баға қоямыз? Бұл біздің 6 жылдық опытымыз, 10 мыңнан астам адамның пенсиясын есептеген тәжірибеміз. Одан бөлек біз сіздерге есептеп беру услугасына 100% гарантия бере аламыз. Есептеп берген сопровождение жасаған қызметтерімізге 100% гарантия береміз. Одан бөлек бізде официальный құжаттарымыз бар, договорларымыз бар. Юридический договор арқылы сіз расчет жасау услугасына да, есептеп беру услугасына да бізде через договор арқылы жұмыс жасай алатын болғандықтан біз официальный компаниямыз. То есть кез келген қандай да бір қателік болатын болса, сол қателікті біз сізге жөндеп бере алатынымызға сенімді болғандықтан осындай бағаны қоямыз. Енді ойлаңыздар, 5 мың, 10 мың, 15-20 мыңға есептейтін мамандар, олар қазір айналысып жатыр. Но сіз бір жылдан кейін пенсияға шығасыз. Сіз ол маманды, егер өзіңізге положенный пенсия шықпай қалатын болса, сіз ол маманды мүлдем таба алмай қалуыңыз да мүмкін. Себебі айналыспай қалуы да мүмкін. Ал енді біз 6 жылдан бері нарықта бармыз, масштабировать етіп жатырмыз, үлкейтіп жатырмыз командамызды. Сол үшін бізде ондай проблема болмайтынына мен 100% сенімді болғандықтан біздің бағамыз осылай қойылады. Енді одан бөлек, например, менде мынандай бір кейстер болған. Арзан біреуге есептетіп алған клиентіме 53 жаста шығатын әйел адамға 3 түрлі пенсия есептеп қойған есептеулер де келген маған. По факту 53 жаста шығатын адамға тек қана бір-ақ пенсия шығады. Оны көбейтеміз деп ИП-дан төлеген төлемдердің барлығы босқа кетіп қалған жағдайлар өте көп кездесті. Енді бұның барлығы мен сіздерге просто өтірік айту мақсатында емес, лично менің өзімнің опытымда ондай жағдайлар кездескендіктен біреуге арзан бағаға есептетіп алып, бәрібір де кері бізге хабарласып, өзіне сенімсіз болып, манағыдай ИП-дан төлеген төлемдер дұрыс емес болып, өзіне положенный пенсияны ала алмай қалып жатқан адамдар өте көп екенін енді ескерту ретінде айтамын. Егер сіз өзіңізді бағалайтын болсаңыз, сенімді, качественный услуга алғым келеді дейтін болсаңыз, бізге хабарлассаңыз болады. Промокодты ұмытпаңыз. Промокод пенсия 2026, пенсия 2026 деген промокодты менеджерға жазсаңыз, менеджер сізге дальше сұрақтарыңыз болса, сол сұрақтарыңызға керекті құжаттар бойынша толық ақпарат беретін болады. Сіздерге бүгінгі сабақ пайдалы болды деп ойлаймын. Көптің көкейінде жүрген сұрақтарға түсінікті, қарапайым тілде жауап бере алдым деп ойлаймын. Сол үшін егер де тағы да дополнительно бір түсінбей қалған моменттеріңіз болса, керекті құжаттар тізімі болса, менеджерға хабарласып тағы да қосымша ақпарат алсаңыздар болады. Қош, сау болыңыздар.